Мен Софина Нәсіпкүл, маркшейдер мамандығы бойынша білім алып жатқан Қазақмыс корпорациясы технологиялық колледжінің 3-ші курс студентімін. Мен осы салада өзімді дамытуға, тау-кен өндірісінде жоғарғы деңгейдегі маман болуға үлкен қызығушылық танытамын. Мен маркшейдер мамандығын саналы түрде таңдадым. Себебі бұл кәсіп пайдалы қазбаларды ұтымды игеру мен қауіпсіздік шараларын қатаң түрде сақтауға талап етеді. Оқу барысында геодезия, геология, тау-кенісі, маркшейдерлік іс және де тағы басқа пәндермен теориялық білім алдым. 2024-2025 оқу жылының 1-ші семестрінде Шығыс кеніші 57-ші шахтасында тәжірибе алдым. Өтілген тәжірибе бойынша Шығыс кеніші 57-ші шахта маркшейдерлерінен сұхбат алған болатынбыз. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Өзіңіз туралы айта кетсеңіз. Оразбекова Аянат, Жұмысшы кенішінің 57-ші шахтасында Учаскелік маркшейдер болып істеймін. Осы Сәтбаев қаласының тумасымын. 2018 жылы мектеп бітіріп, технологиялық колледжіне оқуға түстім. Сізбен біздің сұхбатымыз тәмам. Сізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп, менің сұрақтарыма жауап бергеніңізге.